Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі видео тауарлардың таңбалануы, яғни маркировка товаров деген соңғы уақытта айналымға еніп жатқан сөз бар. Сол жайында сөйлесетін боламыз. Бірден айта кетейін, болашақта келешекте барлық товардың айналымы таңбаланатын болады. Ол қашан болады десеңіз, ол тек қана уақыттың еншісіндегі дүние. Бірақ міне бірінші кезекте бізде темекі өнімі бастады. Ары қарай келесі аяқ киім, дәрі дәрмек, сүт өнімдер, яғни таңбаланып, ең соңында барлық товардың айналымы таңбаланатын болады. Таңбалану дегеніміз не? Таңбалану дегеніміз кез келген товарды өндірушісінен бастап, соңғы тұтынушысына дейінгі жүріп өткен жолын бақылап отыру дегенді білдіреді. Бақылау дегенді білдіреді. Сол арқылы мақсаты тауардың заңсыз айналымына шектеу қою, сол арқылы бюджетке түсетін түсімді арттыру екен мемлекетте. Яғни товардың айналымы барлығы көлеңкелі болмай, барлығы заңды болатын болса, онда ол әр сатылым сайын салық төленіп отырады. Өйткені бір сатып алушы өзінің сатушысынан сатып алған кезде басқа біреуге сататын кезде оның екеуінің ортасында баға қосады. Баға қосу деген сөз, яғни пайда көреді. Ал пайда көретін болса, ол пайдадан мемлекетке салық төлену керек деген сөз. Сондағы негізгі мақсаты таңбалаудың товар айналымын көлеңкелі экономикадан шығарып, бюджетке түсетін түсімді арттыру дегенді білдіреді. Енді таңбалау 2020 жылдың 1 қазанынан бастап темекі өнімдерінің көтерме саудасымен айналысатындар тіркелу керек. Яғни ең бірінші солардан бастады. Кім темекі өнімін өндіреді, солар темекі өнімін өндірген кезде, яғни сол товарға, өз өніміне, темекіге таңба қояды. Енді қазақша айтқан кезде таңба қояды, яғни сол таңба арқылы әлгі товар соңғы сатып алушысына жетеді деген сөз. Сонымен қатар дейді, 2020 жылдың 1 қазанынан бастап темекі өнімдерінің бөлшек саудасы кезінде таңбаланған темекі өнімі жайында ақпаратты таңбалау жүйесіне бермей сатуға тыйым салынады. Бұл деген сөз, яғни тек қана өнімді өндіруші емес, сонымен қатар әлгі өнімді, таңбаланған өнімді ары қарай бөлшек саудасы кезінде таңбалау жүйесі деген жүйе болады. Сол жүйеге ақпаратты бермей сатуға тыйым салынады. Міндетті түрде жаңағы таңба деп отырған бізде енді ол QR код түрінде болады. Сол QR кодты сканерлеп барып сату керексіз. Болмаса ол заңға қайшы болып келеді. Олай болмаған жағдайда жазалау, қандай жаза бар дейтін болсақ, әзірге Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінде ешқандай жаза көзделмеген. Бірақ бұл әзірше, болашақта бұған да жаза қолданылатын болады. Енді жалпы механизм қалай жүзеге асады дейтін болатын болсақ, мысалы бөлшек саудамен айналысатындарға олар қалай жаңағы белгілейді, қалай сканерлейді дейтін болатын болсақ, келесідей алғы шарттары бар екен. Біріншіден, онлайн бақылау кассалық аппараты болуы керек. Онлайн кассалық аппараты бізде қазір барлық кәсіп иелерінде бар. Ол өйткені қолма-қол есеп ақша мен есеп айырысу деген сөз, ол онлайн бақылау кассалық ақпаратымен қолдану, соны пайдалану дегенмен пара-пар жүретін түсінік. Яғни бүгінгі таңда бізде кез келген кәсіп, қолма-қол есеп айырысатын кәсіпкерде, қолма-қол және терминалмен есеп айыратын кәсіпкерде онлайн кассалық аппараты бар. Ол бір. Ары қарай келесі қадам тауарды қабылдау. Қабылдау актісі арқылы жүзеге асады. Яғни тауарды қабылдап алған кезде сіз қабылдау актісіне қол қойып, өзіңізге қабылдап аласыз. Болашақта қабылдап алуда электронды түрде жүзеге асатын болады. Бірақ әзірше электронды жүйе бізде жұмыс істемейді, сондықтан қағаз жүзінде қабылдап алатын боласыз. Келесі Data Matrix деген сөз сіздерге өте таныс болады. Ол әр темекі пачкасында QR код болады. Яғни төменгі жағында, астыңғы жағында төртбұрышты QR код деген белгі бар. Сол белгіні штрих-код деп атайды. QR код, яғни сондай бір белгі болады. Сол темекі өнімін ары қарай сату барысында сатушы сол QR кодты міндетті түрде сканерлеу керек. Сканер арқылы. Енді осы жерде мен сізге жазып қойдым алдын ала 2D сканер немесе телефон арқылы. Яғни біз
қалай сканерлейміз деген кезде осы екі құрал арқылы сканерлейді екенбіз. Бұған біз қазір міндетті түрде бөлек тоқталатын боламыз. Сол сканерлеу арқылы фискалды мәліметтер операторы ақпаратты салық органдарына береді. Яғни сканерлеген кезде бізде Қазақтелеком болмаса Транстелеком әзірге екі фискалды мәліметтер операторы бар. Сол екі оператордың біреуі қайсысында сіз тіркелгенсіз, сол сіздің жаңа сатқан товарыңыз, темекі өніміңіз туралы ақпаратты салық органдарына береді. Сол арқылы әлгі жаңағы жүйеде жүрген товар, темекі өнімі жүйеден ақырындап шығарыла бастайды. Сол арқылы ең бастапқы өндірушіден бастап ең соңғы сатып алушына дейінгі жүріп өткен жолын бәрі көрсетіліп келіп, ең соңында бөлшек сауда арқылы өзің ең соңғы сатушысына сатқан кезде, сол арқылы ол темекі өнімі жүйеден шығып қалып отыратын болады. Қайттан қайталап айтып өтем, бөлшек саудамен айналысатындар әзірге ешқандай ақпараттық жүйелерге тіркелудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені жүйе жұмыс істеп тұрған жоқ. Әзірге барлығы қабылдап алған кезде қағаз жүзінде қабылдау актісіне қол қою арқылы жүзеге асырылады екен. Заңды түрде келесідей сұрақ туындайды. Таңбаланбаған темекі өнімі қалдықтары ше, яғни сіздегі бар, қолыңыздағы бар товарлар. Олар 2020 жылдың 1 қазанына дейін шығарылған темекі өнімдері, яғни таңбаланбаған. Оларды бір жылдың ішінде сатып үлгерулеріңіз қажет. Ешқалай тіркеудің, таңбалаудың қажеті жоқ. Өйткені олар 1 қазанға дейін шығарылған, оларда ешқандай дата матрикс коды жоқ, сондықтан оларды сіз бір жылдың ішінде құтылу керексіз, сатып жіберу керексіз. Ал 2021 жылдың 1 қазаннан кейін таңбаланбаған темекіні сатуға тыйым салынатын болады. Назар аударып отырсаңыздар, назар аударуға тұрарлық тұстарды мен жасыл түске бояп қойдым, ал өте қатты назар аудару керек жерін мен қызылмен боядым, яғни таңбаланбаған темекіні сатуға тыйым салынатын болады. Одан ары қарай сіз сата алмай қаласыз, егер сатып үлгермесеңіз сол уақытқа дейін. 2021 жылдың 1 қаңтарынан таңбаланған тауарларды қабылдап алу, сату барысында құжат рәсімделу керек. Яғни растау дегенде ол сол уақытта бізде жаңағы электронды ақпараттық жүйелер жұмыс істей бастау керек. Біз жаңа айтып өттім ғой басында, қазір біз қағаз жүзінде қол қоямыз деп. Ал сол 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлгі өнімдерді сіз электронды түрде қабылдап алу барысында электронды түрде растайсыз, одан кейін сататын кезде де құжат рәсімдеп сататын боласыз. Сол кезде жаңағы картина толық қалыптасу керек. Дата матрикс қалай оқимыз? Енді жаңа мен айтып өттім ғой, яғни әр темекінің пачкасында дата матрикс деп аталатын код болады, QR код болады. Соны оқуға байланысты. Енді мына жерде мынандай екі дүние бар, екі назар аударатын. Бізде кассалық аппараттар екі типқа бөлінеді. Біріншісі аппараттық, яғни классикалық, ол біздің өмір бақи көзіміз үйренген аппарат түрінде аппақ, төртбұрышты, өздеріңіз білесіздер, кез келген магазинде тұрады. Және айналымға соңғы уақытта еніп жатқан бағдарламалық деген кассалық аппарат бар. Ол ешқандай аппараттық емес, тек қана сіздің телефоныңызға, компьютеріңізге, планшетіңізге бағдарлама орнату арқылы жұмыс істейтін кассалық аппараттар. Енді қараңыздар, егер де сізде аппараттық және компьютерде орнатылған бағдарламалық кассалық аппарат болатын болса, онда сізге 2D сканер, яғни 2D сканер қажет. Өйткені сіздің жаңа сатып жатқан темекіңіз туралы ақпаратты сол 2D сканер мен арқылы, сканерлеу арқылы сіздің жаңағы кассалық аппаратыңызға береді жаңағы ақпаратты. Егер де сіздің бағдарламалық, егер де ондай аппараттық емес, бағдарламалық кассалық аппарат, бірақ ол кассалық аппарат сіздің компьютеріңізде орнатылған болатын болса, сол 2D сканер арқылы ақпарат сіздің кассалық аппаратыңызға беріледі. Бірақ бұл тұрғыда тағы бір нәрсеге назар аудара кетейін. Аппараттық жаңағы кассалық аппаратыңызды, яғни көз үйренген бұрынғы аппарат, классикалық деп атайық, классикалық кассалық аппаратыңызды техникалық қызмет көрсету орталықтарына апарып прошивка жасату керек. Яғни маркировка
жасауға, маркировка, яғни таңбалауға дайындау керек кассалық аппаратыңызды. Сол арқылы сіз одан кейін жаңағы 2D сканер арқылы кодты өзіңіздің кассалық аппаратыңызға бересіз де, одан ары қарай сатасыз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, егер де сіздің бағдарламалық кассалық аппаратыңыз сіздің телефоныңызда немесе планшетіңізде орнатылған болатын болса, онда 2D, яғни 2D сканердің қажеті жоқ. Бұл жағдайда сізге 2D сканердің рөлін сіздің өзіңіздің телефоныңыздың камерасы сізге атқаратын болады. Сол үшін сол екі арасын дұрыс түсініп алыңыз, сізде қандай кассалық аппарат. Ары қарай болды. Осымен жалпы сіздерге таңбалауға байланысты берем деген ақпарат осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Осы видео сіздерге ұнаса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Кімге қажет деп ойлайсыз, видеоны барынша таратыңыз. Және каналға тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойыңыз. Неге? Өйткені сіз сол арқылы менің кезекті құнды видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша күн жақсы болсын.